Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырыптарыңызбен мақсатыңызды оқып танысыңыздар. Тірек сөздер: жер бедері, тау, жазық, ойыс. Тапсырма: суретте қандай жер бедерлері бейнеленген? Атауын жаз. Олардың қандай ерекшелігі бар? Сипаттап айт. Олай болса оқушылар, мына екі суретті салыстырып, дәптерлеріңізге сипаттап жаза қойыңыздар. Құрлықтағы жердің ойлы-қырлы пішінін жер бедері дейді. Жер бедері екіге бөлінеді: таулар, жазықтар. Биік жерлерді таулар деп атаймыз, тегіс жерлерді жазықтар деп атаймыз. Оқушылар, алдыңғы жазған сипаттамаларыңыздың жауабы осыған сәйкес келді ме? Жарайсыңдар. Таулардың биіктігіне қарай бөлінуін қарап көрейік. 2000 метрден үлкен тауларды биік таулар дейміз. 1000 метр мен 2000 метрге дейінгі биік тауларды орташа таулар дейміз. 1000 метрге дейінгі тауларды аласа таулар дейміз. Олай болса балалар, таулардың өзі үшке бөлінеді екен. Бірнеше тау жотасы бірігіп тау жүйесін құрайды. Әлемдегі ең ірі тауға Тянь-Шань, Гималай, Альпі, Анды таулары жатады. Олардың басында үнемі мұз бен қар жатады. Ал аласа тауларда шөп жауып жатады. Аласа тауларға сарыарқа таулары жатады. Олай болса балалар, Қазақстан жеріндегі таулардың атауын атап шығайық. Тянь-Шань, Алатау, Оқжетпес, Қаратау, Алтай, Ұлытау, Орал таулары. Оқушылар, енді осы Қазақстанның таулары туралы видеороликті тамашалайық. Орталық Қазақстанда орналасқан, батыстан шығысқа қарай 1200 шақырымға созылып жатыр. Орташа биіктігі 500-600 метрдей. Солтүстігінде Батыс Сібір жазығы мен оңтүстігінде Балқаш көлімен және Бетпақдала шөлімен, шығысында Сауыр Тарбағатай тау жүйесімен шектеседі. Сарыарқаның негізгі жауһары Бурабай аймағы. Мұғалжар аса биік емес тау тізбегі. Орал тауларының солтүстік сілеміне жатады. Ең биік нүктесі үлкен Боқтыбай тауы. Солтүстіктен оңтүстікке қарай 450 шақырым. Бастауын Шиелі және Терісбұтақ өзендерінен алады. Тау тізбегінен оңтүстікке қарай үлкен Борсық құмды шөлі жалғасады. Ол Арал теңізі мен Мұғалжарды бөліп жатыр. Маңғыстау таулары Каспий теңізіндегі Маңғыстаулық жартылай аралында жатыр. Оның құрамында Қаратаудың батыс және шығыс жоталары, Ақтаудың оңтүстік және солтүстік жоталары енеді. Оның құрамына Қаратаудың батыс және шығыс жоталары, Ақтаудың оңтүстік және солтүстік жоталары енеді. Қаратаудың ұзындығы 117, Ақтаудың ұзындығы 70 шақырым. Бәрі де жыралар, сайлар, аңғарлар, жартастармен бөлшектенген. Маңғыстау тауларының ең биік нүктесі Қаратау 5 шоқы. Алтай Саян аталып кеткен алып тау жүйесінің бір бөлігі. Шекарасы Зайсан көлі мен Байқал көліне дейін созылған. Қазақ даласына оның тек оңтүстік батыс аймақ енеді. Оңтүстік шекарасы Қарертіс өзенінің бассейні және Зайсан көлі, батысы Қалба жотасы. Жер бедеріне байланысты Қазақ Алтай 3 аумаққа бөлінеді. Оңтүстік Алтай, Кенді Алтай және Қалба жотасы. Оқушылар, енді жазықтарға тоқталып өтейік. Жазық деп кең алқапты, тегіс немесе белесті келген жер бетінің бөліктерін айтады. Жер бедерінің сипатына қарай жазықтар екіге бөлінеді: тегіс жазықтар, төбелі жазықтар. Жазық жерлер шаруашылыққа өте қолайлы келеді. Адамдар ол жерлерге егін егіп, мал бағады. Ал теңіз деңгейінен төмен жатқан жерді ойыс деп атайды. Еліміздегі ең терең ойыс Қарақия ойысы. Қарақия ойысы мұхит деңгейінен 132 метр төмен жатыр. Оның ұзындығы 85 километр, ені 10-15 километр. Мына суретте бейнеленген Батыс Сібір жазығы, Тұран ойпаты, Каспий маңы ойпаты,
көріп отырсыздар балалар. Жазық жерлерге жаңа айтылғандай егін егуге өте қолайлы. Мына суретте көріп отқаныңыздай. Ал төбелі жерлерге мал бағуға өте қолайлы жері болып келеді. Оқушылар, бүгінгі үй тапсырмасы оқулықтың 52-53 бетін түсініп оқу. Ойлан тапсырмасын орындау. Жазық жер туралы өз ойларыңызды жазу. Оқушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Ұйып тыңдағандарыңызға рахмет.